Сәлем достар, сіздермен бүгін ашытылған манты дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте сочный болып шығады, тойымды, берекелі тамақ. Ал ендеше кеттік. Алдымен ыдысымызға картоп, пияз, капуста және маймен фаршымызды салып, үстіне бір ас қасық тұз, бір ас қасық қара бұрышты салып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Көтерілген қамырымызды шамамен 20-30 грамдай етіп бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Осылай алақанымызбен домалақтап, шамамен 10-15 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен өте қатты жұқа емес, орташа етіп жайып, салмамызды салып, осылай видеода көрсетілгендей етіп түйіп алатын боламыз. Мантының қамырын қыздар 500 грамм ұнға бір ас қасық ашытқыны қосып, жұп-жұмсақ етіп қамыр елесеңіз болғаны. Мантаваркамызды майлап, мантыларымызды жайғастырып, шамамен 40-45 минутқа пісуге жібереміз. Осымен біздің мантымыз дайын, өте дәмді, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, және де менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Салтанат. Астарыңыз дәмді болсын.